Қайырлы күн достар, бүгін біз морковь по-корейски жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Осы рецепт дайындап көріңіздер, өте дәмді, керемет болып шығады. Рецептісін, яғни керек заттарды астына жазып кететін боламын. Бұл тек бір порцияға арналған бұл рецепте. Сәбізімізді алып, осындай чоркіден өткізіп аламыз. Сәбізімізді алып, жақсылап чоркіден өткізіп дайындап аламыз. Одан кейін шекерімізді, тұзымызды, кориандрымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін кішкене ғана пиязымызды алып, үлкен бөлшектерге бөліп турап, табамызды алып, кішкене май құйып, шыжғырып, қызарғанша шыжғырып аламыз. Бұл жерде бізге пиязымыз салмаймыз, қажет емес, тек шыжғырамыз. Пиязымыз қызарғанша шыжғырып аламыз. Одан кейін қызыл бұрышымызды осы ыстық майымызға саламыз. Бұрышты екеуі ыстық майға салған кезде өте керемет дәм береді салатымызға. Шыжғырып болғаннан кейін астындағы отымызды сөндіріп, майымызды сәбізіміздің үстіне құямыз, ыстық майымызды. Араластырып, одан кейін бір бас чесногымызды алып, чесногымызды саламыз. Одан кейін сірке суымызды құямыз. Менде сірке су 70% болды, уксусымыз. Мен тек 1-3 тамшы ғана құйдым. Ал сіздерде 9% болып жатса, 3-4 тамшы құйсаңыздар болады. Содан кейін араластырып, жей берсеңіздер болады. Бірақ мен 1-2 сағатқа холодильникке салып қойдым. Өте керемет шығады, жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет.